Педиатриялық бемон дәрігері ретінде біздің көретін жағдайларымыздың ең үлкендерінің бірі немесе ең үлкен пропорциясы балалардағы иммундық жетіспеушілік бұзылыстарын қамтиды. Және мен осы туралы айтуға келдім. Бастапқы иммундық жетіспеушілік бұзылыстары. Бұл балалардың нашар иммунитетпен, немесе иммунитетсіз туылатын жағдайлары. Сондықтан олар қайталанатын инфекцияларға бейім болады. Бұл балалар осы генетикалық бұзылыстармен туылады. Сондықтан кейбіреулері туылғаннан бастап қайталанатын инфекциялармен, өмірге қауіп төндіретін қайталанатын инфекциялармен көрінуі мүмкін. Кейде қалыпты балада көрінбейтін инфекциялармен, мысалы, қауіпті нәрестеде. Терең орналасқан инфекция, мысалы, бауырда немесе бұлшықетте инфекция, ол балада жиі кездеспейді. Немесе ерекше организмдермен туындаған ерекше инфекциялар. Бұл жағдайда бізде маңызды тарихтардың бірі отбасылық тарих. Егер отбасында басқа бала немесе отбасының басқа біреуі осындай жағдайға ұшыраған болса, бұл бастапқы иммундық жетіспеушілікке нұсқауы мүмкін. Бастапқы иммундық жетіспеушіліктер дейді ең үлкен хабарлама. Ерте диагностика және маманға. Ерте жолдама. Бұл балаларда қайталанатын инфекциялармен байланысты елеулі өлім-жітім болуы мүмкін. Және оларда инфекциялар көбейген сайын, олардың нәтижесі нашарлай түседі. Мұндағы емдеу, әрине, инфекцияны антибиотиктермен, инфекциялық аурулар мамандармен, педиатрлармен және тиісті антибиотиктермен емдеуді қамтиды. Алайда, егер біз бұл балаларды емдегіміз келсе, сүйек кемігін трансплантациялауымыз керек. Бұл бұзылыстар дім жасушаларына шығады. Олар генетикалық болып табылады, сондықтан дім жасушаларын өзгескенде баланы емдеу мүмкіндігі бар. Дім жасушаларын трансплантациялау бұл ерекше процедура. Мұнда біз балаға сәйкес келетін немесе қалай сәйкестігі бар донорды таңдауымыз керек. Және сол адамдың жасушаларын беріп баланы құтқарылады. Сондықтан ерте жолдау, ерте диагностика, ерте емдеу бастапқы иммундық жетіспеушілігі бар балада жақсы нәтиже алу үшін маңызды.